Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге ерекше дәмді әрі пайдалы таңғы құрамымен бөлісемін. Ең алдымен тазартылған, жуылған сәбізді терканың осындай орташа насаткасынан өткіземіз. Келесі теркадан өткен сәбізді бір ыдысқа саламыз. Келесі капустаның жарты бөлігін де теркадан өткізіп аламыз. Теркадан өткен капустаны сәбіздің үстіне саламыз. Достар, көріп тұрғандарыңыздай, сәбіз бен капустаның көлемі бірдей болуы қажет. Келесі капуста мен сәбіздің үстіне туралған укропты саламыз. Укропты петрушкамен алмастыруға да болады. Енді дәміне қарай аздап тұз саламыз, және де өз қалауларыңызша қара бұрыш, қызыл бұрыш салуға болады. Келесі бір дана жұмыртқамызды салып, жақсылап барлығын араластырамыз. Енді 30 немесе 50 грамм ұнды сеуіп, тағы да жақсылап араластырамыз. Келесі ысып тұрған табаға май құямыз, және де осындай дөңгелек темір форма болса, соның ішіне жаңағы капустаны саламыз. Немесе дөңгелек болмаса, видеодағыдай капусталарды дөңгелете отырып саласыздар. Оның ішін ашық қалдыру керек, себебі жұмыртқаның қазір сары бөлігін осылай құямыз. Немесе целиком жұмыртқаның сары бөлігін салуға да болады. Келесі бетін жауып, 5-10 минуттай астыңғы жағын пісіріп аламыз. Енді келесі бетін аударамыз. Міне достар, біреуін көрсетейін, біреуі дайын болды менде. Келесі беті бізде тезірек піседі. Міне достар, ерекше әрі пайдалы таңғы асымыз дайын. Қазір мен дәмін көремін. Достар, видеода көріп тұрғандарыңыздай, біздің таңғы асымыз сондай жұп-жұмсақ әрі күймей әдемі болып піскен. Бұл таңғы асты қаймақпен жесеңіздер болады. Дәмі өте керемет болып шықты. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.